Трагедией завершилось в Сеуле празднование Хэллоуина. 29 қазан Сеул қаласындағы жүздеген адам өліміне жын шайтанның қатысы бар ма? Адам өлімі ең көп тіркелген кептеліс. Меккеде орын алғаны рас па? Балалардың обалына қалған әртістер кімдер? Барлық сұрақтың жауабын видеода. Хэллоуин соңғы жылдары елімізде жастар арасында кең таралған шара. Хэллоуин бұл пұтқа табынушылықтың мейрамы. Қысқа нұсқа осылай. Аталмыш мерекені тойлау үшін мыңдаған адам Сеул қаласының Итебон ауданындағы көшеге адамдар шоғырланып, нәтижесінде адамның көптігінен кептеліс пайда болып, 154 адам қаза тапты. Енді осы оқиғаға жын-пері шайтандығын әлеп жүргендер де баршылық екен. Ендеше мынаны қараңыз. 1990 жылдың 2 шілдесінде 1000 адам қана сиятын туннелден 5000-ға жуық адам өтпекші болған. Дәл сол уақытта желдету жүйесі істен шығып, 1426 адам оттегінің жетіспеушілігінен және тапталудан қаза болды. Ол аз десеңіз, 2015 жылдың 24 қыркүйегінде Сауд Арабиясының Мекке маңындағы Мина алқабында екі көшенің қосылуынан пайда болған шағын алаңда қажылардың екі үлкен легі бетпе-бет келіп қалды. Соның салдарынан кептеліс пайда болды. Кейінгі мәліметтер бойынша 717 адам қаза тауып, 900-ге жуық адам жарақат алған. Тарихтағы мұндай әрі соңы қайғылы оқиғамен аяқталған адам кептелісі аз емес. Дәл осындай жағдай 1896 жылы 18 мамырда Ресейде болған. Бұл күні император Николай II таққа отырғызу салтанаты өткен. Кремль көшелері бұрынғыдан да әсемделіп, келген қонақтарға нан, тоқаш, шұжық және түрлі тәттімен толтырылған кәдесыйлар беріледі деп те хабарланған. Ходинға өрісінде көрші ауыл аймақтардан да бірнеше 100 мың адам жиналады. Тегін сыйға құмартқан олар бір-бірін басып жаншып, ұйымдастырушыларға қарай лап қояды. Тіпті құдыққа түсіп өлгендер де бар. Қаза тапқандардың жалпы саны 1389 адамға жеткен екен. Мұндай орны толмас оқиға Ұлыбританияның да халқын есеңгіреткені есте. 1883 жылдың 16 тамызында Англияға гастрольмен келген әртістер балаларға арналған шоу-концерт береді. Шараға жиналған бүлдіршіндерге тегін сый-сияпат таратамыз деп уәде еткен шоумендер ойыншықтарды тарата бастағаннан балалар тар баспалдаққа қарай жүгірген. Кептелісті байқаған ересектер де оларға көмектесе алмайды. Бұл бір-бірін таптап өтіп, ойыншыққа ұмтылған 3 жастан 14 жасқа дейінгі 183 баланың соңғы мерекесі болды. Ал 1989 жылдың сәуір айында Англияның Хиллсборо стадионында өткен Ноттингем Форест және Ливерпул командаларының ойыны да әдеттегідей қуанышпен аяқталмады. Кептелісте қалған жанкүйерлер жартылай финал ойынның басталатын уақытына кешігіп қалады. Сөйтіп, кіреберісте бір-бірін қағып соғып, ойын алаңына ұмтылған. Қалың көпір арасында көмек сұрағандардың дауысы тіпті естілмейді. Ойынның 6 минутында қақпашы жанкүйерлердің жан айқайын естіп қалады. Сөйтіп, ол күзетшілерге белгі берген. Стадионның өзінде жүрегі қысылған 82 адам, ал ауруханада 14 адам көз жұмады. 2 жасөспірім комаға түсіп, қайтып оянбаған. 1999 жылы Украинаның Минск тұрғындары орталық алаңдардың біріне концерт тамашалауға жиналады. Әуезді әуен мен ырғақты биге қанық болғысы келгендер саны 3000-ға жуықтаған. Кенет бұршақ аралас жаңбыр жауып кетіп, жиналған жұрт жер асты жол арқылы үйлеріне беттеген. Дәл сол кезде қолайсыз кептеліс басталып, ешкімнің ырқына көнгісі келмеген. Осылайша оқиға салдарынан 206 адам жапа шекті. Футбол алаңында болған ең трагедиялардың бірі биыл Индонезияда орын алды. Арема мен
Ферсебая командаларының ойыннан соң нәтижеге наразы халық алаңға шығып, бір-біріне жұдырғала жүгірген. Полиция қызметкерлері де тоқтата алмаған. Төбелес келеңсіз жағдайға әкеліп соқты. Стадионда сол күні 180-ге жуық адам қаза тапты. Сіз үшін Уд Таймс.